Кайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге анамның фирменный әсіп жасау әдісін көрсететін боламын. Бізге керекті зат өкпе, бауыр, жүрек және ыстық суға бұқтырылған күріш, бұрыш және ішек, қойдың ішегі, бүйен ішегі, іш май, бір дана тәтті бұрыш және бір бас пияз және сарымсақ керек. Осылардың барлығын бірнеше бөлікке бөліп, ет тартқыштан өткізетіндей етіп ыңғайлап турап аламыз барлығын. Біз бұл жерде өкпе алған жоқпыз, тек бауыр, көк бауыр және бауыр алдық. Мінекей жүректі турап жатырмыз, енді көк бауырды турап дайындаймыз. Мінекей іш майды да осыдай ұсақтап турап дайындап қойдық. Енді осының барлығын араластырып отырып, ет тартқыштан өткіземіз. Барлығын өткізіп алғаннан кейін кеңдеу ыдысымызға салып, және жаңағы ыстық суға бұқтырылған 20 минуттай ұстадық. Ыстық суда бұқтырылған күрішті саламыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш. Осыған керекті заттардың салмақтарын, грамдарын мен описанияда астында қалдыратын боламын. Описанияға тақырыпты бассаңыздар өтетін боласыздар. Және осыған салқын су құятын боламыз. Күрішіміз толықтай піспегендіктен, қазір пісірген кезде бұл күрішке су қажет болады. Сондықтан қатты қою, шегіміз жарылып кетпес үшін осындай салқын су құйып жақсылап араластырамыз. Массамыз қатты сұйық емес, орташа болуы керек. Мінекей жақсылап барлығын дайындап алғаннан кейін ішектің басына осылай баклажканың қақпақ жағын кесіп, осылай ішекке кигізіп аламыз. Бұл ішекке жақсылап жылдам әрі тез салыну үшін дайындап алдық. Осылай әдіспен ішектің барлығына осы салмамызды салып шығамыз. Мінекей қазанымызға салқын суды құйып, жасалған ішектерімізді салатын боламыз. Және ішекке салған кезде қатты тығызғымай, осылай бос орын қалдырып, бостау етіп салыңыздар. Және бір қайнағаннан кейін астын басып, осылай зубочисткімен әр жерінен тесіп шығатын боламыз. Тескен кезде байқаңыздар, ыстық су атқыламасын. Мінекей 1,5 сағатта дәмді және әдемі болып піскен әсіптеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.